Зауқан, сен мен сияқты секіре алмайсың. Секіре алмайсың. Неге секіре алмаймын? Секіре аламын. Зауқан, сен бәрібір құлыншаққа жете алмайсың. Неге? Зауқан да жақсы секірді. Жоқ, ол құлыншақ сияқты секіре алмайды. Қошақан, сен дұрыс қарамағансың. Мен көрдім, сен секіргенде құлыншақтан қалып қойдың. Қошақан, Зауқан, таласпаңдар. Құлыншақ пен Зауқан ұзындыққа қайта секірсін. Иә, Ботақан дұрыс айтады. Дұрыстап қара. Зауқан жеңілді. Аяғым ай. Ауырып тұр. Зауқан, не болды? Аяғыңды ауыртып алдың ба? Енді не істейміз? Зауқан, сен қозғалмай тұра тұр. Жүріңдер, не істеу керектігін ұлыдан барып сұрайық. Дұрыс айтасың, бірақ Зауқанның жанында кім қалады? Сәлем, біз қызық ойын үйреніп келдік. Күшік, балапан, сендер Зауқанның жанында отыра тұрыңдар. Біз қазір келеміз. Зауқан, олар қайда кетті? Зауқан, сендерге не болған? Айтуға ұялып тұрмын. Зауқан, түсіндіріп айтшы, не болып жатыр өзі? Біз құлыншақ екеуміз қашықтыққа секіріп жарыстық. Мен жеңіліп бара жатқан соң аяғымды ауыртып алдым деп өтірік айттым. Зауқан, солайда өтірік айтуға бола ма екен? Енді олар қайда кетті? Олар ұлуға кетті. Мәссаған, енді не істейміз? Я, ұлу тағы ренжитін болды. Таптым. Зауқан, ұлуға да өтірік айта салсын. Ұлуды да алдайын ба? Жоқ, бұл ойларыңмен келіспеймін. Одан да ұлуға шындықты айту керек. Мен Қошақан мен Ботақаннан ұялып тұрмын. Сол үшін өтірік айтпау керек. Зауқан, сен оларды қалай алдадың? Қалай құлағанымды көрсетейін бе? Я, расында шынайы құлапсың. Зауқан, сенің аяғың ауырмаған ба? Сонда сен бізді алдадың ба? Бұзауқан, аяғыңның ауырғаны қойып кеткен бе? Мен жеңіліп бара жатқан соң, қулық ойлап таптың, солай ма? Мен сенімен дос болмаймын. Мен де. Балалар, осы қателікке бола достықтарыңды бұзасыңдар ма? Бұлай болмайды. Қашанда кешірімді болу керек. Онда Зауқан бізге енді өтірік айтпаймын деп сөз берсін. Сөз беремін, енді өтірік айтпаймын. Қалай балалар? Бұзауқанды кешіреміз бе? Иә, әрине кешіреміз, біз доспыз ғой. Жарайсыңдар. Балапан, сен бір ойын үйреніп келдік деп едің ғой. Иә, айтпақшы, күшік, ойынның шартын түсіндірмейміз бе? Ол ойын арқан тартыс деп аталады. Бұл ойында ойыншылар екі топқа бөлінеді. Сосын меже сызығы сызылады.
Екі топ ұзын арқанды жүргізушінің белгісімен бір мезгілде тарту керек. Қай топ межеден өтіп кетсе, сол топ жеңіледі. Тек біз екі топқа теңдей бөлінсек, ойынды кім жүргізеді? Ол жүргізсін. Дұрыс айтады. Ұлу бізбен бірге ойнасын. Жарайды, мен жүргізуші болайын. Алақай, ұлу бізбен ойнайтын болды. Қане, екі топқа бөлініңдер. Құлыншақ, күшік, ботақан бір топ. Бұзауқан, қошақан, балапан бір топ болсын. Келістік. Міне, мен арқанды алып келгем. Дайындалыңдар. 1, 2, 3, бастаймыз. Арқан тарту ойыны күш-жігерлеріңді арттырып, бірлікке тәрбиелейді. Себебі, бұл ойында жеңіске ұжымдасып жетеді. Яғни, бірлік бар жерде тірлік бар екенін сендерге тағы дәлелдей түседі. Я, мен болмасам, жеңіліп қалар едіңдер ғой, я. Өй, мақтаншақ. Әрине, олар үшеу. Біз екеу болсақ, олардың күші көп болар еді. Күшік, олай айтуға болмайды. Егер құлыншақ болмаса да, сен екеуміз жеңіліп қалар едік. Ботақан дұрыс айтады. Күшік, жаңа ғана айттым ғой. Бірлік болмай, тірлік болмайды. Егер әр қайсың әр жаққа тартсаңдар, жеңілдім дей беріңдер. Мен жай ғана қалжыңдағанмын. Достар, осылай тұра береміз бе? Жүріңдер, ойнайық. Жүріңдер, мен сендерге тағы бір ойын үйретейін. Әрқашан осылай ынтымақта болыңдар. Бұл ептілікті қажет ететін ойын. Жүргізуші тоқтаңдар деп айтқанда, балалар шеңбермен айналып жүреді. Содан кейін Тоқтаңдар дегенде ойыншылар жан-жаққа қаша жөнеледі. Ал жүргізушінің міндеті орамалы бар ойыншыны ұстау. Оп-оңай екен ғой. Асықпа. Бәріне айтып болған жоқпын. Түйіншектелген орамалды ұстаған бала оны екінші балаға, ол үшіншіге беру керек. Тух, қандай қызық, маған ұнады. Егер жүргізуші орамал ұстаған балаға қуып жетіп ұстаса, бала жүргізушінің тапсырмасын орындауы тиіс. Өлең айту, тақпақ оқып беру немесе би билеу деген сияқты. Ал тақпақ оқығым келмесе ше? Тапсырманы орындаудан бас тартуға болмайды. Бұл ойынның ең маңызды кезеңі. Ойын барысында аңғарасыңдар, бұл өте қызықты ойын. Саған тақпақ жаттау керек болды. Қарада тұр, сен бірінші ұстап алмасам, оны көре жатармыз. Тынышталыңдаршы. Ұлу, әрі қарай не істейміз? Тапсырма орындалғаннан кейін ұсталған ойыншы жүргізуші болып сайланады. Ойын қайта басталады.